бүгінгі азат қазақ даласының асыл төрі ару Астананың осынау тарихи мүйісінен халқының теңдігі жолында тепкілесе шайқас салған, сол үшін ең көп тауқымет тартып, ең көп қиянат көрген, ұлт жүрегінен мәңгілік орын иемденген ғазиз бабамыз Кенесары ханның тұлпарына қайта мініп, тілегіне жеткен армансыз халқының азат дәуреніне құтты болсын айтып, елдікке, бірлікке, жарастыққа, жасампаздыққа шақырып, қыран көзімен қиырларды шолып тұрған асыл бейнесін қайта тірілтуді лайықты деп тапты.